Бұл шындықты Ильяс Жансүгіров жазды. Ол көргенін емес, жүрегімен сезгенін айтты. Бұл жай ғана поэма емес, қазақтың жан айқайы. Бұл тек ат туралы аңыз емес, еркіндік пен адалдық туралы поэма. Бұл поэманы қазақтың ұлттық қаһарманы Ильяс Жансүгіров тұтқындалған кезде жазған. Құлагер оның көксеген еркіндігінің бейнесі. Жансүгіров жазғанда жанында болды қасірет. Тұтқындалған заманда қалдырды ұлы өсиет. Мен жас өмірдің ортасында тұрмын. Кейде бәрі түсініксіз сезіледі. Кіммін, неге, қайда барамын? Бір күні менің қолыма бір кітап түсті. Құлагер. Ол мені таң қалдырды. Бұл тек ат туралы емес екен. Бұл біз туралы. Бостандық пен адамгершілік туралы. Олар оны тоқтатты деп ойлады. Бірақ бір нәрсені түсінбеді. Шындық жүректе тірі қалады. Өнердің рухын өлтіруге болмайды. Құлагер, сен менің арманым. Мен осы кітаптан күш алдым. Өнер мен сөздің қаншалықты қуатты екенін түсіндім. Енді мен білемін. Біздің дауысымыздың да маңызы бар. Менікі де. Бұл тек өткен тарих емес. Бұл біздің таңдауымыз. Оқыңыз, сезіңіз. Өз құлагеріңізді табыңыз.